Бәріне сәлем. Бүгін кешкі асқа не дайындарыңызды білмесеңіз, ерініп отырған болсаңыз, және де оңай рецепт іздеген болсаңыз, вуаля, мінекей, сіздің алдыңызда дамляма. Видеоны бастамас бұрын подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Ең бірінші бізге ет, құйрық, картошка, пияз және де капуста керек. Қазанымызға құрғақ болу керек қазанымыз. Қазанымызға осылай тураған құйрықтарымызды саламыз. Қатар-қатарымен бәрінде. Және де үстіне етімізді салатын боламыз. Мінекей етті мен осылай турадым. Өздеріңіз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Менің етім тұздалған. Сондықтан да тұзын аз-маз ғана саламын. Сіздер өздеріңіздің еттеріңізге қарай қимылдайтын боласыздар. Міне етімді салып болдым. Енді бетіне туралған пиязымды шашып осылай бетіне жауып шығамын. Алдын ала туралған картошкамды саламын. Егер де жаз мезгілі болғанда осы жерге помидор, болгарский қосқанда болатын еді. Менде бар, қолымда бар заттармен жасадым. Міне енді бетіне капустамды осылай ашып жауып шығамын бәрінің бетіне. Кез келген капустаның түрін қолдануға болады. Міне капустаны жауып болдым. Енді 3-4 қасық салат алдым. Кәдімгі банкіге жабылған салат. Және де дәміне қарай тұз, 1 бокал су құйдым, қайнаған су. Барлығын жақсылап араластырып, бетіне осылай құямыз. Және де қазанның бетін жауып, қайнағанша қатты отта, қайнағаннан кейін 40 минут жай отта пісіріп аламыз. Қозғамаймыз. Мінекей қазанымызды оттан түсірдік. Аштық. Қазір мен қозғамай жатып, суын көрсететін боламын. Өз суы өзіне бөлініп, өз суымен өзі пісетін болады бұл тамақ. Ешқандай қозғамайсыздар, әуре болмайсыздар. Салып бетін жауып, отқа қойсаңыз болды, өзі пісіп шығады. Мінекей осылай ыдысымызға салып, сәндеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өздеріңіз қалаған көкшөптермен сәндесеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз, және де төменге комментарий қалдыра кетіңіз. Ас болсын.